1937 жыл қазақ даласын үрей билеген заман. Бұл қаралы жыл Сәтбаевтар әулетінде аямады. Қаныштың бала күннен білімге жетектеп, Семейдегі семинарияға түсірген қамқоршысы немере ағасы Әбікей Сәтбаев атылды. Артынша туған ағасы Бөкеш пен бауыры Әбдікәрім де опат болды. Сәтбаевтар әулетінің тіректері бірінен соң бірі құлап жатты. Сол бір қанғасап қырғында жан алғыш Әзірейіл Қаныштың қасынан жанап қана өте шықты. Бірақ ол жай ғана сәттілік емес, нағыз күрес еді. 1936 жылы Алматы басшылығы Қанышты еңбек қызыл ту орденіне ұсынады. Газет бетіне указ басылуға дайын тұрғанда Мәскеуден шұғыл телеграмма келеді. Қаныш Сәтбаевтың есімі тізімнен сызылсын. Қарсақбайдан шыққан екі қазақ байдың тұқымын марапаттап жатыр деп Мәскеуге арыз жазған. Тіпті Сталиннің өзі Мирзаянға телефон соғып, сендерде саяси қырағылық нашар деп ескерту жасайды. Бұл кез келген адам үшін өлім үкімімен тең еді. НКВД көсемі Ежов Мырзаянды аяқтан шалу үшін Қанышты құрбандыққа шалмақ болды. Бірақ Қаныштың басына төнген қауіп мұнымен бітпеді. 1937 жылы орталық комитетке Саид Сейфуллин бастаған бір топ адам тағы да арыз жазады. Ол байдың ұрпағы, халық жауы, Жезқазғанның болашағына зақым келтіру мүмкін. Құдай сақтап, бұл хаттың көзі жойылып, ешқайда кетпей қалады. Ең таңғаларлығы, Қаныш бұл сатқындықтың бәрін білді. Бірақ ол кек сақтамады. Таспен ұрғанды аспен ұр деген тектілікпен өзінің үстінен арыз жазған Саидтың қызметін жоғарылатып жібереді. Қаныш Сәтбаев тек ұлы ғалым емес, өз басына қауіп төнсе де айналасына мейірім төге білген ұлы жүректі тұлға.